Армысыздар, құрметті массагеттік оқырмандар. Ата көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер демей ме дана халқымыз? Иә, ағашты қалай ексең, солай өсет дегенде рас. Олай болса, бүгінгі сөзіміз бала тәрбиесі жайында болмақ. Белгілі психолог, педагог Антон Макаренко қазіргі біздің тілімізбен айтқанда адам болмайтын балаларды өзіндік тиімді тәсілдерімен дұрыс жолға түсірген. Бала тәрбиесі таяқ емес, оның тілін таба білу. Оларға неғұрлым жанашыр болсақ, олар да соғұрлым мейірімді болып өспек. Сонымен бірге олардың, яғни балалардың батыл да өжет болып өсу үшін оларды әрдайым жігерлендіріп, қолдап отыру қажет. Сол кезде ғана дұрыс бала тәрбиеленіп шығады. Олай болса, құрметті ата-ана, бәрі де өздеріңіздің қолдарыңызда.